Түркістан арнасы теріскейге көш атты жаңа тележобаны бастады. Жобаның мақсаты еліміздің халық тығыз қоныстанған оңтүстігінен солтүстік өңірлерге қоныс аудару үдерісін насихаттау. Жаңа хабарды дайындау барысында телеарнамыздың түсіру тобы солтүстік Қазақстан облысына арнайы барып, 10 ауданын аралап қайтты. Теріскейге бұрын көшіп барған отбасылардың тұрмыс тіршілігімен көріп, оларға жасалған жағдаймен танысты. Қызымыр күзі қазірден ақ басталып кеткен солтүстіктен тоңып оралған тілшіміз Алтынбек Әметтің алғашқы репортажы. Тамыздағы солтүстіктің табиғаты ерекше сұлу. Қайың орманды жап-жасыл көлдерінде қаз аққу сыңсып жүр. Тұмса табиғат таң қалдырады, мыңдаған гектар астық алқаптары көсіліп жатыр. Елді мекендердің сирек орналасқаны сонша ауыл арасында адамды кездестіргеннен гөрі жабайы аңды жолықтыру оңайырақ. Оңтүстіктің халқы көшеде кептелісте тұрса, мұндағылар көшеде адаммен емес, бұланмен соқтығысып жүр. Бұланды қағып кеттік, оны қаяқтан шыққанын көрмей қалдым, білмей қалдым дейді. Олар түнде водопойға барады ғой, сол жолдан өтеді екен. Бұл кездесуден кейін бұланның жағдайын айтпай-ақ қояйық. Алишбаевтар отбасының жағдайы өте жақсы. Бұл отбасының Қаратомар ауылына көшіп келгеніне биыл 3 жыл болыпты. Түстікке ұлы көш. Қазақстанның солтүстік аймақтарын қазақтандыру мақсатында елімізде бұған дейін нұрлы жол еңбек бағдарламалары жүзеге асқан болатын. Соның арқасында оңтүстік, батыс, Жамбыл облыстарынан түстікке 7000-нан аса тұрғын қоныс аударды. Соның бір тобыры Аққайын ауданы Қаратомар ауылындағы Майраш әпкеміздің үйі. Бұл кісі Жамбыл облысы Шу ауданынан қоныс аударған екен. Алишбаевтар отбасында мемлекеттік бағдарламалар аясында су жаңа үй берілген. Үй шағын, төбесі биік емес. Нағыз солтүстіктің баспанасы, бірақ ішінде тұрып жатқандар өздерінің оңтүстіктік екенін ұмытпаған сияқты. Оңтүстіктен келген қонақтарға оңтүстікше берейік, шай далаға барып отырайық. Дала біздікі қазір керемет болып тұр. Майраш келе сала солтүстіктің демографиясына үлес қосып жатыр екен. Үшінші перзенттері осы ауылда дүниеге келген. Өзі қазір декреттік демалыста, ал жолдасына жергілікті билік жұмыс тауып беріпті. Туысқан туған бауырлар, ойбай, алысқа кетесің, жалғыз боласың. Қорқытады ғой, өзіңде қорқасың, танымайтын, ешкімді білмейтін жерге өте, конечно, қиын әрине. Соны бірақ көшіп келгеннен кейін өкінген жоқпын. Көшіп келгелі бері үй берілді, айтып отырмын, грант берілді, мал алынды, машина алдық, есіктің алдында. Машинасы болмайды екен бұл жерде. Мемлекет тек үй беріп, жұмысқа орналастырумен шектелмейді. Арнайы көмек ретінде грант та береді. Мал алсаң да, егін ексең де жер жетеді. Енді біз ол жерде тұрған кезде үйсіз жүрдік. Білесіздер, квартирадан квартираға көшіп жүрген соң өзіміздің баспанамыз болсын, Қазақстанның қай жерінде болса да, өзіміздің Қазақстан, өзіміздің жеріміз. Күйеуім Арман қазір жұмыс істеп жүр, библиотекарь болып. Өзінің мамандығымен ояқта жұмыс табылмады ғой бізге. Көшкен кезде ата-ана бірінші кезекте бала шағаны уайымдайтыны белгілі. Бұл отбасының балалары солтүстіктің климатына да, ортаға да тез үйреніп кетіпті. Мен қазір 11 жастамын. 5-ші сыныпқа көштім. Жалпы, қалай ойлайсың, солтүстікке қоныс аударуға кеңес бересің ба? Өзің достарыңа? Иә, бұяқта ауа райы жақсы. Мен иістеген күшті гүлдер көп. Жүрі. Майраштың қазіргі ермегі мына 3 шыбыш. Үйге арнайы алып қалған, басқа жылқы сиыры жайлауда екен. Оның бәрін мемлекет берген грантқа алыпты. Қоныс аударған кісілерге, енді өз жеке кәсібін ашамын деген ниет білдірген кісілерге әрине үкімет тараптан берілетін гранттар бар, 1 миллион 200 теңгеден. Онымен қатар, егер кредит алам деген болса, несие алам деген болса, жеңілдетілген несиелер бар, 4% несиелеріміз бар. Бұл бағытта да әрине жұмыс жасап көмектесуге болады. Егер көшіп келе жатқан кісілердің ниеттері осындай болып жатса, біздер қол ұшын беріп көмектесеміз. Айта кетейік, Аққайын ауданына осы күнге дейін 53 отбасы қоныс аударыпты. Барлығы да баспана және жұмыспен толықтай қамтылған. Аймаққа келем деушілер болса, есігіміз айқара ашық дейді жауапты сала мамандары. Алтынбек Әмет, Қазбек Алтынбек, Түркістан 24 арнайы, солтүстік Қазақстан облысынан.